Ассаламағалейкум достар, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны бастамай тұрып, каналыма жазылып, бір лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына шейін көруіңізді үміт етемін. Неге десе, видеоның соңында өте маңызды бір ақпарат бар. Неге ағылшын тілді үйрену керек? Өтемесе, міне біздің жастарымыз содар неге үйрену керек? Оның 4 себебі бар. Сол 4 себепті мен сіздерге тізіп отырып айтамын. Бірінші себеп ақпарат алу үшін өте маңызды бір тіл. Мысалы, Википедияға қарайтын болсаңыз, ағылшынша деректер 6 миллионнан асып кеткен. Ал басқа тілдерге қарайтын болсаңыз, мысалы, Жапон, Қытай, неміс, французтерге қарайтын болсаңыз, 1-2 миллионнан аспаған. Сол себепті ағылшыншаны білетін болсаңыз, мына интернеттің арқасында ең жаңа ақпаратты ең тез уақыттың ішінде алуға болады. Мысалы, жаңа бір технология дүниеге келетін болса, оны ағылшын тілде жариялайды. Сосын кейін барып, ең аз дегенде 2 күн ары кетсе 1 ай және 1 жылдан кейін барып, басқа тілдерге аударылады. Ал кейбір тілдерде мүлдем аударылмайтындар болады. Мысалы, қазақшада. Мысалы, көптеген ғылымға қатысты, білімге қатысты деректерді қазақшаға аударылмаған. Қазақша дерек жоқ емес, бар, бірағында өте аз. Біздің қазіргі таңдағы жастар үшін бұл өте жеткіліксіз. Сол себепті ағылшынша білетін болсаңыз, білмейтіндерден 100 есе көп ақпарат алуға болады. Мысалы, қазіргі интернетте 1.2 миллиард сайт бар. Соның тең жартысы ағылшын сайттары. Яғни ағылшынша білетін болсаңыз, осы 600 миллион сайтты қолданып ақпарат жинағалы болады деген сөз. Екінші, үлкен компанияда жұмыс істегіңіз келсе, ағылшынша міндетті түрде керек. Егер де ағылшын тілін жақсы білетін болсаңыз, тек қана Қазақстан емес, Ауропа, Америка деген сыртқы мемлекеттерде де өте жоғары мағашпен жұмыс істеуге болады. Сол себепті ағылшын білу сіздің жұмысыңыз, болашағыңыз үшін өте маңызды бір қадам деп ойлаймын. Үшінші, осы бір тілді білсеңіз, бүтін дүниені саяхат етуге болады. Мысалы, сіз Түркияға көп саяхат етесіз. Сенің біраз уақыттан кейін түркішені біраз түсініп, біраз сөйлей алатындай боласыз. Сол себепті Түркияға саяхат ету қиын емес. Неге? Түркішені тез аралықта үйренгелі болады. Ал ондай болса, Тайландшы, Ауропа, Франция, Германия, Қытай, Жапония, Корея, осының барлығын үйрене аласыз ба? Жауабы жоқ. Ал егерде ағылшынша білетін болсаңыз, осы бір тілмен бағанағы кез келген мемлекетке саяхат ету әбден мүмкін. Сол себепті ағылшын тілі және де туристік тілі деп аталады. Төртінші, тегін және өте сапалы білімдер. Мысалы, YouTube-тың ішінде кез келген саланы үйрететін видеолар бар. YouTube-тан сырт және көптеген сайттар бар. Соның ішінде тегін және өте сапалы білімді алғалы болады. Бірағында осы білімді алу үшін ағылшын білуіңіз керек. Сол себепті сіз ағылшын білмегеннен кейін осы тегін сабақты біреуден сатып аласыз. Мысалы, YouTube-тың ішінде Photoshop'ты үйрететін миллионға жақын видео бар. Ал осы миллионға жақын видеоның ішінде ең жақсы, ең сапалы білім беретіндері ағылшын тілінде. Ал осы тегін білімді қазақшаға аударып, күрес ашып, осыны бизнес қылып айландырып отырған біраз жігіттеріміз бар. Сол себепті ағылшын білмегеннен кейін осында тегін білімдерді біреудің қолынан ақшаға сатып аласыз. Видеоның соңында өзімнің жаңа бір ашылған каналымды сіздерге ұсына кетейін. Бұл жаңа каналымда 3 түрлі тілді үйрететін боламын. Қытайша, түрікше және де ағылшынша. Егер де осы 3 тілге қызығатын болсаңыз, үйренгіңіз келсе, осы жаңа каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Егер де осы видео сізге ұнаған болса, бір лайк басып қойсаңыз және асты жағына өзіңіздің көзқарасыңызды жаза кетсеңіз.